Келесі бізде фигура куб. Куб деп алты жағы да квадрат болып келетін көп жақты айтады. Кубты басқаша гексаэдр деп те атайды. Келесі бізде төбелері. Кубтың 8 төбесі болады. Және келесі қырлары. Кубта 12 қыр болады. Және 6 жағы болады. Немесе қабырғалары деуге де болады. Келесі бізде көршілес қырлары немесе көршілес жақтары және кубтың қабырғаларының диагональдары.